Балаларда гонконг тұмауын емдеу. Ең алдымен үй жағдайында бала міндетті түрде төсектік режимді сақтау керек, яғни белсенді ойын, теледидар, телефон аз болу керек. Бөлме жылы, бірақ та күніне 2 рет желдетілген болу керек. Ауаның ылғалдылығы 50-60% шамасында болуы маңызды, яғни құрғақ ауа жөтелді одан сайын күшейтеді. Сұйықтықты көп ішкізу. Балаға жиі және аз-аздан жылы су, морс, компот, электролиттер, яғни регидрон, плазма беру. Бұл қызуды түсіріп, ағзаны уыттандырудан тазартуға көмектеседі. Тамақтану. Тамақ жеңіл әрі дәрумендерге өте бай болу керек. Сорпа, ботқа, көкөніс, жеміс бересі деген сияқты. Егер балада тәбетін жоғалтып алатын болса, онда тамақты қинап берудің қажеті жоқ. Температура. 38,5 градусы асқан жағдайда қызу түсіретін дәрі беруге болады. Яғни парацетамол, суспензия, шам немесе сироп түрінде беруге болады. Ибуфен, ибупрофен, егер бала 6 айдан асқан болса. Температура 38 градус шамасында болатын болса, бала өзін жақсы сезінсе, түсірудің қажеті жоқ. Вирусқа қарсы дәрілер тек педиатрдың тағайындауымен, яғни флувир, инфлувир немесе тамифлю вирустың көбеюін тежейді. Ең тиімдісі ауырған алғашқы 1-2 күнде бастаған дұрыс. Курс әдетте 5 күн болады. Симптоматикалық көмек ретінде мұрын бітелген жағдайда теңіз суы ерітіндісі, аквамарис, аквалор деген сияқты, және де қажет болған жағдайда вазоконстрикторлы спрейлер 5 күннен артық емес. Тамақ ауырған жағдайда жылы су, фурацилинмен шаю, ромашкамен шаю деген сияқты. Сонымен қатар балаларға арналған антисептикалық спрейлер қолдануға болады. Құрғақ жөтел болатын болса, дәрігер ұсынған сироптар бутамират, леводропропизин негізінде. Көз қызарып жас ағатын болса, тұзды ерітіндімен сүртіп, ұялмаса көз дәрігерінің кеңесін алу. Антибиотикті дәрігерсіз беруге болмайды, себебі вирусқа әсер етпейді. Баланы қатты орап терлетуге болмайды, қызуды арттырады. Сарымсақ, сірке суы, спиртпен сүрту сияқты халықтық әдістерден аулақ болғаныңыз дұрыс. Егер де температура 5 күннен артық түспесе, ентігу, кеуде ауруы пайда болса, құсу, іш өту, суды ішпеу сияқты негізгі симптомдар байқалса, сонымен қатар ұйқышылдық, естен тану, тырысулар бірден дәрігерге шұғыл түрде қаралу керек. Бұл гонконг вирусының алдын алу үшін дәріменін қабылдап, толыққанды тамақтанып, қолды жиі жуып, көпшілік жерлерде маска тағып, сонымен қатар ауаның ылғалдылығын сақтау керек. Жыл сайын тұмауға қарсы екпені салдыру керек. Алдыңғы ақпарат таныстыру мақсатында берілді. Дәрі-дәрмектерді тек дәрігердің тексеруінен кейін ғана қолдану керек.